Негізі құл қандай да бір қажетін Раббысынан сұрау керек болған болса, немесе бір күнәларының кешірілуіне мұқтаж болып тұрған болса, негізі Аллах тағала мақтауды сүйеді. Біз намазда сами Аллаху лиман хамида деп айтамыз ғой. Ол өзіне айтылған мақтауды естиді деген сөз. Сондықтан да Аллах тағала айта беріңіз мақтауды. Өйткені расында да ол бүкіл мақтау мадақ оған лайық, ең көркем жақсы есімдер, жақсы сөздердің барлығы оған тән ғой. Мынандай бір пайғамбар алейхиссалату вассалам әрдайым осындай бір мақтауды айтатын: Субханаллахи ва бихамдихи дейтін. Алла кемшіліктерден пәк жаған және оған мақтау лайық дейтін да. Яғни енді ойлаңыз, осы сөзді қазір бұл бір сөзден болып тұр да. Сонда Аллаға сондай кемшіліктерден пәктеу болсын және оған сондай бір мақтау болсын дейді. Қандай дәрежеде десе, адада халқихи дейді. Жаратқандарының санындай, уаридо нафсихи өзінің разылығындай, уазината аршихи аршысының салмағындай, уамидада калиматихи және сөздерінің сиясындай. Бұл деген сөз өте үлкен, өте көп деңгейде деген сөз ғой. Сондықтан Аллах тағалам саған сондай деңгейде жаратқанның санындай мақтау мадақ пәктеу болсын саған. Аршыңның салмағындай дәрежеде пәктеу менен мақтаулар болсын саған. Саған өзіңнің разылығыңдай пәктеу мен мақтау болсын. Және осы сөздеріңнің сиясындай пәктеу мен мақтау болсын деген ғой. Неге біз енді сөздерінің сиясындай дегенде? Өйткені Алла тағала Құранда сондай бір аятты келтіреді ғой. Бұл Алланың ілімінің шексіз ешқашан таусылмайтынын мынандай бір аяттармен келтіреді. Егер жер бетіндегі ағаштар қалам болса және теңіздер сия болса дейді, онда Аллахтың сөзінен бұрын сол сиялар таусылар еді деген. Сондықтан Алланың білімі ешқашан түгеп таусылмайтын осындай бір құдірет иесіне әрдайым мақтау менен пәктеуді жүрген жерімізде оған арнап жүрейік. Сонда ол разы болады. Расында да Аллах негізі мақтауға, пәктеуге ол лайық зат.